Қарақалпақ халық дастаны Едігенің милли версияларының ішіндегі ең бір жетіліскен версиясы саналады. Дастан қаһарманы Едіге айрым фольклорлық шығармалардағыдай әфсанауи ұрықтағы қаһарман емес. Ол тарихта болған адам. Оның әкесі Балтышақ Алтын Орда ханлығында белгілі саркарда әмірлерден есептелінген. Едігенің өзі 1340 жылы осы әзіргі Қарақалпақстан аймақтарында туылып өскен. Бұны дастандағы мінгенім төктің тау еді, хайуан қала шәһәрінде Сәтемір ханның қаласы сәскелік жерден көрінер. Қақпақлы қожа көлінде, Шылпықтың қара тауында деген қатарларда осы жерлер Едігенің туылып өскен ел аты екенлігін, оның Ақмаңғыт руынан шыққанлығын дәлелдейді, дастан да тарихта дәлелдейді. Бірақ Едіге халықтың сүйкімді адам болғандықтан жыраулар оны ұлығылап, ләхиластырып, әфсанауи қаһарман етіп шығарған. Ane tükülü aziz kubur avledi denizine tük шығып жүретін еді. Sol avledi bir bulak su бар еді. Sol bulakka yıl 12 ayda 3 kepler suға келетін еді. Ол kepler емес peredi. Sol perler kepter болып келіп суға шомылып атырғанда tükülü aziz олардың kiyimlerini uğurlap aldı. Perler bizim kiyimlerimizi ber dedi. Maqul bereyін. Eğer екеуіңнің kepterli basımda bersem, bireуіңді mаған hayalıqqa taşlap ketesizler mi dedi. Ane sonun menen екеуіңнің kepterli basım berip, tükülü aziz bireуін hayalıqqa alıp kaldı. Peri aytıp edi. Menin sizge koyatığın 4 şartım var. Eğer sol şartımda uğurlasan men seniki. Bolmasa men sağan yokman, sen mağan yoksan dedi. Aradan vaqtlar ötken soň tükülü aziz bursa şartlarını buzdu. Sonda peri şimdi 6 aylık balan var. Palen günü palen degen daraktın tübünden tavıp aldı. Peri közden kayıp bolup uşup kete berdi. Ana Yedige batır sola yetip atası tükülü aziz, anası perizat bolup dünyaya kele berdi. Едіге тағдир себеп Тоқтамыстың қолында ер жетіп Камалға келді. Тоқтамыстың 1000 жылқысы бар еді. 40 жігітке бас етіп жылқы басына қойды. Жылқының пір әуел жылқышы ата. Оннан соң Едіге еді. Шаншулатқан жылқыны Едігенің мазары қылып айландырмақ соннан қалып еді. Едіге сол жылқы бағып жүргенінде ақыл төрелігі менен көп даңқ шығарды. Найзалау, қылышлау, иненің көзінен оқ өткеретұғын асқан мерген, аттың құлағында ойнайтұғын ұшқыр шабандоз екенлігі де Тоқтамыстың құлағына жетіп тұрды. Тоқтамыс 1378 жылы Әмир Темурдың жәрдемі менен Темір Мәлік үстінен бір отала жеңіске ерісіп, бүткіл Ақ Ордаға қан болып белгіленді. Шахзада Тоқтамыс
Бұрын отырар, сығнақ, сауран ғана сенікі еді. Енді бүткіл ақ орда қоластыңда. Бүгіннен баслап, бүткіл ақ орданың қанысаң. Ош, және қандай тілегің бар? Құллық ұлы сақып қыран. Қызметіңізді хасла ұмытпаймын. Тағы сізден бір тілегім... Заңғар, атаң Шыңғыс ханның дәулетіне иелік қылмақшымсың. Егер бізге садық болсаң, бүткіл алтын орда сенікі болады. Бір 1387 жылы тоқтамыз Әмир Темурдың Кавказ һәм Иран жерлерінде савашлар алып барып атырғаннан пайдаланып, оған бейуапалық һәм сатқынлық қылып, Әмир Темір сорамындағы Мавереннахр жерлеріне бастырып келеді. Амалық ба едігі? Итшілік етіп сен ғо. Кешегі менің Зәнжір сарайдағы жеңістерімнен хабар тауыпсаң да? Ит құтырса иесін хабар деген. Ол жеңіс емес. Бұл сатқынлық. Тіліңді тарт, жылғыман. Нәмәрт екенсің. Енді сенің менен дұшпан сұпатында сауаш майданында ұшасамыз. Едіге тоқтамыс пенен тартысып, Әмір Темірге келгенде қордан құр келмейді. Әмір Темірдің түркі халықтарын бір мемлекетке біріктіріп жүрген үлкен саркарда екенін біліп келеді. Сондықтан да олардың пікірлері бір жерден шығады. Әмір Темір оған үлкен сенім білдіріп, оны шешуші сavaşларға саркарда етіп жіберді. Солай етіп Сәтемір хан Едіге батырға қызым ақ білекті қара тиын қолынан құтқарып келуге барасаң ба шырағым, бармайсаң ба шырағым деп тұрған жер ұқсайды. Pendelikte akılım buldu menin dal kapalda tarkatkanman dünya malla. 5-6 ağız sözümüz var, aytayıq Yediga adlı şamşırağım. Kullarsan ha. Kullarsan ha. Juk götürgün katanından arada kalkımın yarası namus arada ya. Bu dünyada atayan işim dermanım akbilekli şalkız kızım. Bana da bana da Makanışıl
Kalpak'ın kara tavuğu adamı insanga belgili şalı dayı. Kalpaklı'da bir düşmanım var idi, adını aytsan kara diyen. Rakşın minip tağdı jelgende zardağından barlık kalkım ölgende. Men arkayım şatır yedim kalamda kara deyin kas düşmanım kelgende. Едіге жан, маған сенің асыл затың мәлім болды. Енді сенің мәртлігіңді сауаш майданында сынап көрмекшімін. Әміріңіз бәр жай болады, ол сақып қыран. Әмір Темурдың 1388 жылдағы соңғы атланысынан кейін Хорезм Мавереннахрға бір отала қосып алынды. Едіге міне ұсы 14-ші әсірдің 80-ші жылларындағы Әмір Темурдың Супылар династиясы үстінен жеңіске еріскен ең ауыр савашларына қатнасып, туысқан жиені Темур Құтлықпенен біргелікте мәрт, бахадыр саркарда сыпатында айрықша көзге түсті. Барекелла, ер едіге, мәртлігіңе көзім жетті. Қане, менен қандай тілегің бар? Ол сақып қыран, сіздің құдіретіңіз арқасында Шыңғыс ханның шабуынан кейін тағы да шашылып кеткен халқымды бірлестіріп, Тоқтамыс ханның зұлымлығынан құтқарсаң деймін. Соның үшін сізден менің ләшкерлеріме қосымша мәдет болғандай қол сұраймын. Қан жеме, ер едіге, тілегіңді баржа етемен. Әмір Темур 1391 жылы едіге менен бірге Алтын Орда ханлығына атланыс жасап, оны жеңіп, Тоқтамыстың орнына едігені қан етіп қайтты. Бұл сәне тарихта орта әсірдегі Қарақалпақ мәмлекетлігінің қайта тікленуіне тикар салған Маңғыт жұртының пайда болу сәнесі де болып есапланады. Едіге 1406 жылы Тюмен тұсында болып өткен ақырғы савашта Тоқтамыстың келлесін еудесінен бір отала жүда қылды. Ей, бұралған ит! Жайың жәхәннемге кететіғын күн келді! Бұрынлары едігені жырласа күн жауады деген гәпті бұл әпсана ғой деп қабыл етер едік. Әзір болса, біз бұл рәуаяттың хақиқи екенлігінің куәсі болып отырмыз. Mine babalarımız Әмір Темір едігелердің алға қойған ниетлері іске асты. Өзбекстан өз қарасызлығына ие болды. Оның құрамында Қарақалпақстан да суверен мемлекет болды. Еліміздің азат, абат отанымыздың
kelişek yedigeleri tuğulup atır.